Саидул истихфар деген дұға бар. Мағынасы өте керемет. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам келген хадис. Саидул истихфар ан якула ал-абд. Яғни саид деген мырза деген сөз. Истихфар әртүрлі истихфарлар келген, бірақ сол истихфарлардың ең үлкені, ең мырзасы ол құлдың былай деп айтуы дейді. Аллахумма анта рабби ла илаха илля ант. Ва Аллам, сен менің Раббымсың, сенен басқа ешқандай Құдай жоқ. Халақтани ва ана абду. Сен мені жараттың, мен сенің құлыңмын. Ва ана ала ахдика ва ваадика мастатa'ту. Мен саған берген уәдемді, саған берген сертімді шамам келгенінше орындап жатырмын. Аузу бика мин шарри ма санату. Істеп қойған нәрсемнен сақта деп өзіңе сыйынамын. Ва бу лака би ни'матика алайя. Сенің маған берген нығметіңді мойындаймын. Ва бу би замби. Жасап қойған күнәмді да мойындаймын. Фағфирли фаиннаху ла яғфиру зунуба илля ант. Мені кешірші, расында күнәларды сенен басқа ешкім кешірмейді. Осыны кім сеніммен күндіз айтса, кешке дейін дүние салса, ол жәннат иелерінен дейді.